Алматы қаласы Алатау ауданы Алғабас ықшам ауданының тұрғыны Аялым Байдахметова қызының аяғын басып кеткен көліктің иесін іздеп журналистерге жүгінді. Айтуынша, қызының аяғын сындырған адам барлық көмекті көрсетуге уәде беріп, артынша ізін суытқан. Ал аяғын сынып, арбаға таңылған Інжу 4 айдан бері жүре алмайды. Қызын өз бетінше емдетуге жалғыз баспананың жағдайы жоқ. Жәбірленушінің жан айқайын Қамшы порталының тілшілері тыңдап қайтты. Оқиға орнына 17 желтоқсан күні дәл осы жерде болған. 7 жасар Үнжу осында бір топ балдармен ойнап жүрген. Осы жолдың бойымен артқа жүйткіп келе жатқан Toyota маркалы автокөлік Үнжудің аяғын басып өткен. Басқа балдар қашып үлгерген, ал Үнжудің аяғы мұзға тайған соң көліктің астында қалған. Бұл сәт осындағы бейнекамераларға жазылып қалған. Бейне бақылау камерасынан автокөліктің артқа жүріп, бұрылып, оқиға орнынан кетіп қалғанын көруге болады. Көліктің асығыс кетіп бара жатқанын жәбірленушінің көршілері де көрген. Осы жерде бір көршіміз күйеуі машина жөндеп жатқанда әйел жанында тұрған екен. Оны басып өткенін көрген жоқпыз деді. Бірақ арттан келе жатып, мына жақтан келе жатып, оң жағынан келе жатып, осы біз жақтан қайтадан артқа қарай жүрген ғой, назад. Оңға бермеген, сол теріс күйде. Сөйтіп келе жатқанда мына қыз тайып жығылып құлағанда, сол кезде басып өткен екен. Інжудің анасы Аялымның айтуынша, оқиға орнына келген Алатау аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері арыз қабылдаумен шектелген. Уақыт жоғын айтып, қыз баланы қаққан көліктің нөмірін бейне бақылау камерасынан өздерін қарап тауып алыңдар деп кетіп қалған. Інжудің жақындары өздігімен көлік нөмірін анықтап, полицияға тапсырған. Сол ровдыға барғаннан кейін сөйлесіп көріңдер, өздерің тағы да ақылдасыңдар. Мына бала мен емеспін деп жатыр ғой, жазғыстан жазғысы кетіп қалмасын, бұны бәрібір ешкім соттамайды. Азар болса өкіметтің жұмысын істейді, 1-2 ай болды, сонымен құтылып кетеді деп сөйтіп өзіме наоборот не алды да, наоборот ана кісіні несеудің орнына, мен жақтаудың орнына ана кісіні жақтап жатыр да. Сол жерде жаңағы Руслан дегендерші, тергеп жатқандар. Сон біздің жұмысымыз бар, енді болды, давайте ертең келесіңдер ғой деп немқұрайлы қарай салды біздің жұмысқа. Інжудің аяғын мұжып кеткен Toyota автокөлігінің иесі Айдын Ашабеков есімді азамат екені анықталды. Ол басында кінәсін мойындамады. Тек бейне жазбаны көргеннен кейін барып қана кінәсін мойындады, дейді Аялымның әжесі. Артынша күдікті жәбірленушінің үйіне кешірім сұрап келіп, Інжудің ем-домын толықтай мойнына алуға, көмектесіп тұруға уәде беріп, арызды қайтып алуға көндірген. 2-3 күннен кейін тағы да 50 мың берейік. Сонымен 100 мың болсын, сонымен жаба салайық істе деді. Жылап отырып алды осы жерде, әйелге жап. Балам бар, келінім бар, мына шешесі бар, төртеумізде кешірім сұрап жалынды. Жылап отырып алды әйел. Жарайды дедік, алайық дедік, бірақ деді, мына қызға көмек беріңдер деді. Інжудің анасының сөзінше, қызына әлі дұрыс диагнозда қойылмаған, психикасына зақым келген, бастапқыда сынған аяқ гипстелген. Енді ауруханаға апарып, әрі қарай емдетуге жағдайым болмай тұр, дейді жас ана. Қазір 4 ай болды жұмыссыз жатырмын. Анаяқтан қарызға, мынаяқтан қарызға, мамамның пенсиясы бар, сонымен әйтеуір қысып алып қаламыз. Мына квартирада тұрамыз, тамағы бар. Енді қазір дәрі алып беріңдер, бүйтіндер дейді, оған біздің жағдай жоқ, дәрі алып беретін. Заңгер Шынқуат Байжанов жәбірленушілер арызды қайтып алғанда полиция шығарған қаулы негізінде аудандық прокуратураға қайта арыздануы керек екенін, сол арқылы көлік жүргізушісін қылмыстық жауапкершілікке тартуға болатынын айтады. Екі жақ келісуіне байланысты қысқартылсын деген. Сол қаулыны бұл прокуратураға жауап ету керек. Осындай дұрыс емес, өйткені себебі бізді анам алдап кетті. Қызымыздың аяғы жасамай қалды. Анау мынау экспертиза тағайындаған жоқ деп. Сосын прокуратура бұны бұзып қайтадан іс қозғатады ғой. Сосын қылмыстық шығады уже қайтадан. Болашақта дәрігер болуды армандайтын Үнжу қайта аяққа тұрып кететініне сенеді. Мәселе алдағы уақытта да Қамшы порталының назарынан тыс қалмайды. Айзада Бидан, Али Алиш, Қамшы ТВ.